Қайырлы күн достар, біз қазір Түркістан қаласындағы Әзірет Сұлтан ұлттық тарихи мәдени қорық музейіндеміз. Ендеше дәл осы тұстан Өзбекәлі Жәнібек туралы сторителлингті жалғастырамыз. Құрметті достар, Өзбекәлі Жәнібеков қанша жасында мектепке барған, мектепте қандай бала болған, қайда білім алған, сіз білесіз бе? Ендеше баяндайын. Өзбекәлі Жәнібековтің әкесі Жәнібек Құдиярұлы мен анасы Қаныша Томашқызы қазақ ауылдары ұжымдасқанға дейін ол кісілердің жалпы кәсібі 7-8 ешкі, 1-2 қой және сиыр болған. Ал негізгі кәсіптер ол кісілердің егіншілік болған. Жалпы Өзбекәлі Жәнібеков дүниеге келген тұста әкесі өмірден өтеді, сөйтіп әкесінің туысына анасын әмеңгерлікпен беріп, Өзбекәлі Жәнібековтің нағыз қайраткерлік күрес жолы дәл осы жолдан басталады. Содан арымен қарай 1938 жылдың 1 қыркүйегінде бала Өзбекәлі мектепке барады. Яғни ол кезде бір қазіргідей мектепке барып құжатты тапсыра салып мектепке кіріп кету дегенде оңай дүние емес. Бай бағландардың баласы үшін 1 сыныпқа, кедейліктің тауқыметін көрген балалар 6 классқа барады. Сол жылы барлық балалардың, барлық ауыл оқушыларының бағына орай педагогикалық тәртіпке сай емес деп барлығы 2 сыныпқа бірден көшіріледі. Мінекей осыдан бастап Өзбекәлі Жәнібековтің мектептегі қызықты оқиғалары басталады. Өзбекәлі Жәнібеков соғыс тұсында да тағдыр тауқыметін тартса да, тағдырдан қиындық көрсе де, соғыс кезінде де оқуын тоқтатқан жан емес. Рахымбаев деген өзі оқыған мектепте ұстазы болады. Өзбекәлі Жәнібеков осы кезде бір қызық оқиға бар. Өзбекәлі Жәнібеков арпа ішінде 1 бидай, 4 қыз және 1 ұл болып 1 сыныпта оқиды. Өзбекәлі Жәнібеков әрине зерек бала болған, сабаққа ерте келеді. Рахымбаев ұстаз: "Әй Өзбекәлі, ана бала қыздарды ертіп кел" деген кезде Өзбекәлі Жәнібеков ауыл иттерін абалатып, шәңкілдетіп, қыздарды сабаққа алып келеді екен. Яғни ол кезде бір кәдімгідей әлеуметтік желі жоқ. Мінекей Өзбекәлі Жәнібековтің шытырман мектептегі қызықты оқиғалары осылай басталады екен. Онымен қарай мектепті бітіреді, сонымен Шәуілдірдегі интернатқа түседі. Шәуілдірдегі интернатта да Өзбекәлі Жәнібековтің бір жағдайы онша мәз бола қойған жоқ. Ішерге аш жоқ, я болмаса күніне бір 200 грамм нан дегеніңіз өзі бір ақылға қонымсыз нәрсе болса да, сол кезде Өзбекәлі Жәнібеков тағдырдың тауқыметін тартты. Әрмен қарай Өзбекәлі Жәнібековтің бірге бөлмеде тұратын достары сенбі-жексенбі бәрінің туысы бар, бай бағланның балалары, ағайын туыстарына кетеді. Өзбекәлі Жәнібеков не істейді? Темірде тұратын Әзімбек Ақсақалдың үйіне қонаққа барады. Әзімбек Ақсақал сонау көпті көрген көнегөз, мына тарихи деректерді, тарихи заттарды жинайтын қария болған. Өзбекәлі Жәнібеков келген кезде: "Әй бала, әлгі буылы қаптың аузын шеш" деген кезде Өзбекәлі саспастан: "Қаптың аузы буылы, әй бала шеш" деген кезде Өзбекәлі Жәнібеков: "Алматыдан сөйлеп тұрмыз, қазақ әндерінен әндер шырқаймын" деп Өзбекәлі Жәнібеков сөйлейді екен. Мінекей, құрметті достар, бүгінгі сторителлингте біз Өзбекәлі Жәнібековтің мектеп кезеңіндегі сіз бен бізге беймәлім сырларымен қанық болып отырмыз. Келесі сторителлингте Өзбекәлі Жәнібековтің студенттік кезеңінен естеліктер және қызықты оқиғалар бөлісетін боламыз. Біле жүріңіздер, бөлісіңіздер, келесі сторителлингті күтіңіздер.